Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Баршаларыңызға қалдарыңыз қалай? Жаңа жылда жаңа өмірлеріңіз қалай басталып жатыр? Так, бүгінгі видеода бізде P2P арбитраж тақырыбы бойынша 3-ші выпуск шығатын болады. Мен өзім тест жасап көрдім. Бұл тақырып сіздерге қызық екен. YouTube'тағы видеоларым өте көп просмотрлар жинап жатыр. Және де сол YouTube'тан келіп осы тақырып бойынша қызығушылық танытып, осы салаға үйренгісі келетіндер көп екен, маған жазып жатыр. Бірінші выпускты түсірдім, оны көрген шығарсыздар. Ол жерде тек қана базалық тест ретінде салып көрдім. P2P арбитраж жайында жалпылама ақпарат бердім. Одан кейін екінші видеода более профессионалды, яғни тереңдетілген информация бердім. Ал бүгінгі выпускта біз араға бір ай салып сіздерге мясоны беретін боламыз, және де достар, өте көп фишкалар жайында айтатын болам, көп сұрақтарға жауап беретін болам, және де сіздерге халықаралық международты связканың қалай жұмыс жасайтындығын көрсететін болам. Яғни бұл информациялардың барлығын не үшін беріп жатырмын, өйткені бұл салада қазақша информация мүлдем жоқ. ютубқа іздейтін болсаңыздар тек қана менің ютуб каналым шығады. Сондықтан да сұраныс болғандықтан сіздерге осындай контентті түсіретін боламын. Және де жақсы жаңалығым бар, обучениеда бөлек бізде әрине связкалар бар, тереңдетілген шаг-шагымен үйретіліп жатыр, бірақ YouTube каналда және де Инстаграмда мен тегін ақпараттарды көбірек шығаратын боламын. YouTube'та именно P2P арбитражға байланысты қандай мәселелерге сіздерде сұраныс бар, соның барлығын, яғни тегін контент жасайтын боламын, өйткені сұраныс өте көп. Сол себепті де осындай шешімге келдім. Ең бірінші сіздерге айтып өтейін, P2P арбитраж тақырыбы өзіме не үшін қызық болып жатыр? Себебі кез келген салада ол қандай сала екені маңызды емес. Менің ойымша, көп табыс табу үшін немесе жетістікке жету үшін ол сала біріншіден трендте болу керек, және де екіншіден рынокқа келген жаңа нәрсе болу керек, және де ол арқылы сіз масштабқа шыға алатын мүмкіндік болу керек. Арбитраж тақырыбына мен осы нәрсенің барлығын нақты көре алдым, және де оны өзім шынайы өмірде іске асырдым. Шамамен зерттеп осы салада жүргеніме уже 5-6 ай уақыт болды. Сол аралықтың ішінде қазір керемет жаңалықтар болды. Ол нәрсемен сіздерге қазір бөлісетін боламын. Ең бірінші, давайте криптовалюта жайында сөйлесейік. Мен өзім арбитраждан бұрын 4-5 жыл криптомен айналысып келе жатырмын. Осы саладан табыс таптым, осының арқасында әлем саяхаттадым, осының арқасында қазіргі уақытта жақсы жетістікке жетіп, жеткілікті деңгейде жақсы өмір сүріп жатырмын. Сондықтан да крипто нарығы соңғы уақытта өте жақсы қуантуда, әсіресе мені, және де криптомен айналысып осыған сенетін адамдарды. Рынокта не болған білесіздер, осы соңғы бір айдың ішінде өте жақсы өсім беріп жатыр. Бірақ достар, бұл жерде криптоның бағасы, биткойнның бағасы ол әртүрлі жағдайда болуы мүмкін, көтерілуі мүмкін, түсуі мүмкін. Ол түсіп кетті, көтеріліп кетті деген нәрсе жоқ. Ең бастысы маңызды нәрсе сіздің қай уақытта кіргеніңіз және де қай уақытта шыққандығыңыз. Өйткені $60,000 кезінде сатып алған адамдар үшін қазіргі баға төмен болып тұр. Ал $60,000 кезінде де кіріп крипто портфель құрастырған адам, және де немесе түсіп кеткен кезде $20,000 болған кезде тағы да өзінің крипто портфелін құрастырған адам үшін, 15,000-ға түскен кезде де құрастырған адам үшін ол плюс по есептеледі. Менің позициям крипто нарығында бұл трейдингпен айналысу, немесе қысқа мерзімді келдім, 1 айдың ішінде 2 айдың ішінде табысқа шығу емес, долгосрокқа инвестиция жасау. Егер дәл осылай стратегиям жұмыс жасайтын болсақ, түптің-түбінде сіз ұтасыз. Ол факт нәрсе, және де инвестиция, долгосрокқа жасалған инвестиция үнемі сізді табысқа алып келеді. Сондықтан да бұл нарыққа мен ұзақ мерзімге ғана инвестиция жасаймын. Қазір мен сіздерге нарықты көрсетейін, не болып жатқандығы жайында. Мүмкін сіз өзіңізде қарап жүрген шығарсыз. Егер қарап қызықпай жүрген болсаңыз, немесе бұл салада қатты профессионал деңгейде қарастырмасаңыз, жаңа сізге мен қандай жаңалықтар болып жатқандығы жайында көрсетіп өтейін. Қараңыздар, бұл крипто нарығындағы статистика соңғы бір айдағы. Мына жердегі статистиканы көретін болсақ, адамның жүрегін ауыртады. Не үшін? Өйткені көп адамдар бұл нарыққа кіре алмай қалды, немесе сенген жоқ, крипто құлаған кезде лохотрон деді, өтірік деді, скам деді, сенім түсіп кетті. Как раз крипто нарығында, жалпы инвестиция нарығында дәл осындай эмоция беріп, немесе адамдарды жадынысқа, немесе азартқа салу арқылы үлкен киттар басқарады. Мен ондай нәрсеге, пропагандаға, немесе ондай нәрсеге ерінбеймін, өйткені мен өзім не істеп жатқандығым, және де бұл салада қаншалықты табыстауға болатын іштей түсінемін, және де сенемін, білемін. Қараңыздар, мына жерде 245% бір айдың ішінде деген өте көп. 245 аптус монетасы. Мен осыдан бір ай бұрын өзімнің тиктоктарымда, телеграм каналдарымда айтқан болатын, крипто портфель жинаңыздар, крипто портфель құрастырыңыздар, қазір крипто сатып алыңыздар. Сатып алу үшін сізге тек анализ жасаудың, немесе басқа қатырып зерттеудің қажет жоқ. Тек қана топ 100-діктің ішіндегі монеталарды сатып алыңыз. Хоть сіздің депозитіңіз $100 болсын, $200 болсын, $1000 болсын, $10,000 болсын, не важно. Сіздің ең бастысы хотя бы қазір сатып алып монета алғандығыңызды.
ол сөзімді көп адамдар растайды, ол факт нәрсе. Қазір бір айдан кейін нәтижесін көрдіңіздер. Мен сатып алған монеталар, үнемі маған сұрақтар келеді, қандай монета сатып алу керек, қай криптовалютаға инвестиция жасаған дұрыс деп. Көбінесе мен сенетін, өзім ұнататын, жақсы көретін монеталар бұл, как всегда, әрине бірінші орында бізде биткоин, эфириум, BNB, долгосрок, және де артында үлкен капитализация, артында үлкен технология бар, және де рыноктағы бірінші орында келетін монеталар. Қараңыздар, мына жерде мен сатып алған примерно 15-20 монетаны жасадым, криптопортфель құрастырдым осыдан 1,5 ай бұрын. Мен сатып алған монеталар Solana, одан кейін әрине биткоин, эфириум, Aptos, AVAX 48%, одан кейін Atom 45%, Solana 105% берді, одан кейін NEAR протокол 93%, Dogecoin 14%, XRP 20%, тағы не алдым, BNB 23%, Litecoin 37%, Polkadot 42%. И так, мына жерде мен спискта барлар есіме түскендерін айтып жатырмын. Негізі спискта жоқ монеталар бар, мен сатып алған. Жалпы айтқан кезде менің капиталыма 50% пайда берді таза. Яғни мысал ретінде деп айтайын, $10,000 инвестиция жасаған болсақ, именно осы криптаға осыдан 1,5 ай бұрын, қазіргі менің крипто портфелімнің құны мысал ретінде $15,000. Қалай сіздерге? 1,5 айдың ішінде. Әрине бұл соңғы бір нәтижелер емес, бұл рынок қайтадан түсуі мүмкін, қайтадан көтерілуі мүмкін. Ол рыноктың қалай болатындығын ешкім біле алмайды. Біз ванга емеспіз, көріпкел емеспіз. Ең бастысы менің ойым долгосрокқа инвестиция жасау болды. И все. Өйткені менің сенімім бойынша биткоиннің бағасы $100,000-дан асады, $200,000, $500,000, $1 миллион дейін барады деген ойым бар. Әрине ол ақылға қонбайтын шығар, бірақ достар, уақыт қашан екенін білмеймін, бірақ ол нәрсенің болатынына мен сенімдімін. Енді алдағы уақытта менің позициям қандай, мен не істеймін деген сұраққа жауап берейін. Мен всегда криптаның санын, яғни крипто количествосын көбейтетін бұл монеталардың қазір көтеріліп кеткеннің өзінде де, мысалы қазір NEAR протокол, пример ретінде айтайын, 93% берді. Aptos бар менде, Aptos 245% берді. Ол баға мен үшін көтеріліп кеткен баға емес. Мен қазірде олардың санын көбейте беремін. Қазіргі бағамен сатып алуға дайынмын. NEAR протокол қазір сатып алуға дайынмын, осындай бағамен. Өйткені бұл енді өсіп келе жатыр. Сондықтан да бұл соңғы бір нәрселер емес, соңғы статистика емес. Енді ары қарай жалғастырайық. Қазір енді сіздерге кеңес ретінде қандай монета сатуға болады, сол бойынша айтып өтейін. XRP міндетті түрде мен айтатын биткоин, капиталыңыздың 60-70%-не биткоин, эфириум, BNB, ал ары қарай уже альткоиндар Cardano, Dogecoin, XRP, Solana, Polygon Matic, Polkadot, Shiba Inu, Litecoin, Tron, AVAX, Uniswap, Cosmos Atom, одан кейін Toncoin, білмеймін, өзім кейде ұнайды, кейде ұнамайтын, сондықтан да көп айта алмаймын. NEAR протокол, Aptos тоже. Одан кейін қазір өте жақсы қызық болып шығып жатқан монета бізде, қайда қазір, Phantom, FTM жақсы өсім берді, но қайтадан орнына құлады, бірақ білмеймін, маған өзіме ұнап жүр. Hobby токен тоже. Одан кейін мен жақында шыққан, осыдан 2 ай бұрын ғана шыққан Hooked протокол деген алдым, тоже монета жаңа. Жалпы айтқан кезде осы ютубтан қараңыздар, өздеріңіз капитализациясын зерттеңіздер, күндік оборотын қараңыздар, CoinMarketCap сайтынан сіздер өздеріңіз жасасаңыздар болады. Так, давайте ары қарай көп сөз сөйлемей, уже арбитраждың тақырыбына келейік. Крипто нарық жайында айтатын кеңесім осы, инвестиция долгосрокқа жасаймыз. Криптовалютада қандай жаңалықтар бар? Крипто нарығы 50%-ке өсті. Менің өзімнің крипто портфелім. Және де бұл нәрсені менімен бірге жасаған адамдар да бар. Менің кеңесім арқылы крипто сатып алып, өзінің капиталын көбейткендер бар. Және де мен алдағы уақытта крипто нарығында биткоиннің бағасын $30-35 мың болғанын күтемін. Қайтадан түсуі мүмкін, көтерілуі мүмкін, бірақ уақытша алдағы 3-4 айдың ішінде, немесе жарты жылдың ішінде, одан ерте болуы мүмкін, биткоинның бағасы $30-35 мың болады. Мен сол кезде қазіргі осы уақытқа дейін сатып алған криптоны фиксация жасап, яғни белгілі бір бөлшегін шығаратын боламын. Және де сол кезде, сол сәттен бастап крипто портфель қайтадан жинаймын, жаңасын. Енді қандай монета алған дұрыс? Жаңа айтып өттім, 50-60%-не биткоин, эфириум, BNB, ал 20-30%-не альткоиндарды алған дұрыс. Сіздің капиталыңыз қанша екені маңызды емес, $100 болсын, $1000 болсын, осы принциптармен өзіңіз капиталыңызды құрастырасыз. Так, достар, арбитраж 2023 жылғы тренд. Осы тақырып бойынша сөйлесек, енді
сіздерге сұрақ қояйын, сіз не үшін бұл нишаны зерттеп жатырсыз? Не үшін? Егер осы видеоны сіз не үшін көріп жатырсыз? Неге соңғы уақытта арбитраж тақырыбы тренд болып жатыр? СНГ-да Қазақстанға енді келіп жатыр. Не үшін деп ойлайсыз? Мен жауап беріп өтейін өзімнің ойым бойынша. Соңғы жалпы арбитраждың тренд болуының себептерінің бірі интернетте осы соңғы уақытта Россияда болған санкцияларға байланысты, соғысқа байланысты ақшаны шығару, бір жерге жіберу деген сияқты системаның барлығы тоқтады, санкция қойылды. Сол кезден бастап уже неше түрлі жолдарын қарастырып бастады. Сол сәттен бастап уже Россияның адамдары уже Қазақстанның связкалар іздей бастады, белгілі бір жаңағыдай осы жақтан дроптар, адамдар тауып ақша жіберудің жолдарын жасай бастап, уже осы арадағы разницадан ақша табуға болатынын түсінді. Ал негізді былай интернеттен қарайтын болсақ, арбитраж тақырыбы өмір сүріп жатқанына 10 жылда уақыт болған, одан да ертеде болған, одан кейін де айналысып жатыр, бірақ бұл нишаны жарыққа шығарып массовый айналысқан емес. Қазір соңғы уақытта біздің Қазақстанға да тренд болып келе жатыр, оған өзімізді үлесімізді қосып жатырмыз, бірақ нарық енді Қазақстанда жақсы трендке шығады, өйткені оған мен көзім жетіп тұр. Өйткені бұл сала барлығына жаңалық, жаңа халыққа табыс табатын инструмент керек, халыққа жаңа нәрсе керек. Жаңа нәрсе үнемі всегда постоянно қызық болады. Ал егер де бұл нәрсені үйрететіндер көп болатын болса, окружение құралатын болса, жаңалық кететін болса, Қазақстанда 2023 жыл тренд болады. Нарық кішкентай, Қазақстанда барлығы бір-бірін уже бір адам шықса, барлығы біледі, немесе бірнеше шықса, оның барлығы естиді, өйткені біздің нарық өте кішкентай. Вот как раз осыған біз келе жатырмыз. Сондықтан да 2023 жылы осы салаға кіріп келетін болсаңыздар, үйренетін болсаңыздар, сіздер жақсы табыс табасыздар. 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін бұл нәрсе бойынша уже Қазақстанда айналысатындар көбейеді, трендке айналады. Ал ол кезде акулалар, үлкен киттар, осы саладағы лидерлар дейміз, жақсы табыс табатын болады. Сондықтан да алғашқы адамдардың қатарындамыз, барынша білімді пайдалы беруге, түсіндіруге, жеткізуге қазақ тілде тырысып жатырмыз. Бәріне қосымша табыс керек. Енді қараңыздар, бұл салаға келетін болсақ, қанша табыстауға болады, капиталды қаншаға көбейтуге болады, оның барлығы белгілі бір факторларға байланысты. Біріншіден, ол сіздің міндетті түрде капиталыңызға байланысты, депозитіңізге байланысты. Екінші, қанша уақыт бөле аласыз, соған байланысты. Үшінші, сіздің бұл саладағы өзіңіздің мақсатыңызға байланысты. Краткосрок, долгосрок, немесе негізгі табыстың көзі, немесе қосымша табыстың көзі соған байланысты, және де сіздің алған біліміңізге, постоянно ізденісіңізге байланысты. Көп адамдар ойлайды, арбитражға келдім, айналсам, 1-2 аптада үйренем, одан кейін постоянно ақша тауып отырам, өте оңай деп. Жоқ достар, олай емес, бұл кнопка бабыла емес, және де бұл жерде оңай ақша жоқ. Бұл жерде конкретно ойлану керек, зерттеу керек, үнемі анализ жасап отыру керек, үнемі дамып отыру керек. Сіздердің алған связкаларыңыз, бір рет үйреніп алған связкалар, ол белгілі уақытта тоқтауы мүмкін. Ал егер де сіз готовый связкамен жұмыс жасап үйреніп қалсаңыз, ары қарай сіздің связкаларды табу, ары қарай жаңағыдай дамып отыру тоқтап қалуыңыз мүмкін. Именно сол үшін ең бірінші ортаны табу керек, ортада болу керек. Екіншіден, қалай связка іздеу керек, өзіңіз практика жасап, іс-әрекет жасап, системаны түсініп алу керексіз. Ал егер де бір рет білім алып, системаны түсініп, ары қарай осы салада профессионал болатын болсаңыз, онда сіз үнемі табыс табасыз. Сондықтан да егер бұл саланы зерттеп жатсаңыз, бұл видеоларды қарап жатсаңыз, ютубтан қарап жатсаңыз, онда осындай ізденістарға жалғастырыңыз. Ең жақсы табыстар бұл саладан капиталыңызға бір айдың ішінде 30-35%-ке дейін көбейтсеңіз болады. Орташа есеппен 25%, 20%, 19%. Ең кемі деген кезде қосымша айналысып жүргеннің өзінде бір-екі рет уақыт аз бөліп айналысқанның өзінде сіз капиталыңызға кемінде 5%, 10% өсім алып келе аласыз. Енді өзімде қандай жаңалықтар болып жатыр? ютубтағы выпусктардың арасы ұзақ болып кетіп жатыр. Уже 3 ай болып қалды. YouTube 3 айдың ішінде мен тек қана 2-ақ рет видео салдым, 3-ші видеоны енді салып жатырмын. Зато менде жаңалықтар өте көп. Сол жаңалықтармен бөлісіп өтейін. Біріншіден 3 поток обучение өткіздім, шамамен 70 студент. 3 потокты 1,5-2 айдың ішінде өткізіп шықтым. Соның арқасында қазір үлкен команда, ортаны құрастырып жатырмын. Және де осы арбитраж тақырыбында өз капиталымды арбитраж арқылы 30%-ға көтердім, яғни өзімнің капиталымда. Және де системалы адан яға дейінгі сабақ жасап шығардым. Арнайы платформада сапалы сабақтар дайындадым.
енді ол обучение дайында салу, біреуге бір нәрсені үйрете салу деген нәрсе оңай нәрсе емес. Тест жасайсың, бірінші потокты жіберіп, одан кейін қосатын нәрсені қосасың, жаңа связканы қосасың, обучениеде болған минустарыңды түзулейсің, турлайсың, қосып жаңағыдай дамытып, солай үш потокта мен обучение өткізу барысында өзім де дамыдым, өзім де бұл салаға тереңірек кірістім, және де уақыт өте келе өзімнің сабағымның да және өзім жасап жатқан іс әрекеттің де табысының түрін, сапасын барынша көтеруге тырыстым. Және де ең маңызды жаңалықтардың бірі 10 адамнан тұратын команда құрастырдым. Оның ішінде өзім сияқты профессионалдар да бар, яғни 4 адам профессионал. Менің учениктарым емес, осы салада уже білім алған, табыс тапқан, зерттеген, 3 ай бойы өз бетінше қарастырып көрген адамдарды командама келді. Одан кейін өз учениктарымның ішінен де 6-7 адамды командаға алып жатырмын, және де оларды үйретіп, бұйыртса үлкен комьюнити, яғни үлкен ортаны құрастырып жатырмыз. Және де 3 елмен соңғы жақсы жаңалықтардың бірі 3 елмен международный связканы құрастырдық. Қандай мемлекеттер екен тағы айтатын боламын. Ең маңызды өзім қатты ойлап жүрген, ниеттеніп жүрген қазақ тілі ортаны қалыптастырдық. Қазір уақытта кез келген связканы, мысалы бір информация шықса соны зерттейтін орта бар, информациямен бөлісеміз, өте маңызды. Бұл салада сіздің орта болғаны сізді және де сенімді, өзіңіздің кез келген сұрағыңызға жауап алатын, немесе сізде біреуге пайдаңыз тие алатындай орта болу керек. Және соңғы жаңалық, инвесторларға приемка аштық. Инвесторларға приемка дегеніміз не? Приемка дегеніміз, біз басқа мемлекеттермен жұмыс жасаймыз, ол жерде мен өзім 100% процесте боламын, және де менің командам ғана процесте болады. Біз инвестор сабақты оқымасаңыз, немесе уақытыңыз болмаса, артық ақшаңыз болса, инвестор болып, біз жасалтқан связкаларға қосылсаңыз болады. Яғни өзіңіздің процентіңізді аласыз. Толығырақ айтатын болсам, инвесторларға да бізде приемка ашылды. Сіздер инвестор болып, ай сайынғы проценттеріңізді алып отыра аласыздар. Яғни бұл біздің масштабқа кетіп бара жатқандығымыз. Обучениеде бізде де сабақтарды үлкен платформада автоматизді жасалған система арқылы өтетін болады. Мықты уже өзім үйретіп шыққан учениктер куратор болады, және де партнерлар бар. Деңгей өсіп келе жатыр деген сөз. Енді сіздерге пайдалы ақпарат болсын деген ниетпен связканың қалай жұмыс жасайтындығын ашып түсіндірейін. Связка дегеніміз не, ол қалай жұмыс жасайды? Негізі P2P арбитражы табыс табу процесі 20% ғана теориядан тұрады. Яғни сіз білу керек базалық білімдер, машинистік схемалардан қалай құтылу керек, қалай блоктарға түспейміз, связканы қалай зерттейміз, қалай криптаны сатып аламыз, қалай сатамыз, жалпы қалай жаңа связкаларды табу керек, оның барлығы 20% теория, ал 80% бізді практикадан жүреді. Яғни сіз кез келген нәрсені практика жасау керек боласыз. Өзіңіз зерттеу керек, шұқылап, көріп, тест жасап көру керек, және де іс әрекет болмайтын болса, бұл жерде табыс жоқ. Яғни келдің P2P арбитражыға бір рет үйрендім, болды, ары қарай маған пассивді табыс түсіп тұрады деген нәрсе болмайды. Яғни іс әрекет, күнделікті іс әрекет. Енді сіздерге мысал ретінде көрсетейін, жалпы связка қалай жұмыс жасайды. Мысалы, Халық банк арқылы USDT сатып аламыз. USDT бұл крипто доллар. Оны Каспий банкке сатамыз. Спред 0,1-0,3%. Яғни сіздер логиканы түсініңіздер, басқа банктен сатып алып, USDT, яғни Binance биржасы, немесе басқа биржалар арқылы басқа банктен сатып алып, басқа банкке сатамыз. Яғни қарапайым система осылай жұмыс жасайды. Ал біз Халық банкі арқылы сатып алып, USDT-ді басқа платежный система арқылы сататын болсақ, спред көбейеді. Спред дегеніміз көктен табатын табысымыз 0,5-0,8-ге дейін. Бұл айтатқан информация не актуальны болуы да мүмкін, немесе бұл информация дәл осындай болмауы мүмкін. Мен сіздерге логиканы ғана түсіндіріп жатырмын, өйткені бұл жерде принцип работы дәл солай. Яғни бір жерден қарыздан алып, басқа рынокта, басқа банкке немесе басқа қолданушыларға қымбатырақ сату. Арасындағы разница біздің табысымыз. Ал енді көбірек табыс алу үшін не істейміз? Крипто арбитраж нарығы кез келген басқа нарық сияқты принциппен жұмыс жасайды. Мысалы ретінде сізде Mercedes бар. Мерседестің запчастары қымбат, сіздің Мерседесіңіз өте аз кездесетін Мерседес, және де сізге бір запчаст керек болды. Сіз ол запчасты тезірек табу үшін істейсіз, рынокқа осы спросты қоясыз. Ал егер де бұл Toyota сияқты, басқа машиналар сияқты запчаст көп, халықтың бәрі көп қолданатын болса, онда ол запчаст табу оңайырақ болады. Ал табу қиын болған сайын оның бағасы көтеріледі. Бірақ оны сізге тауып беретін адамдар бар, табылады. Сәйкесінше оның бағасы қымбат болады. Тура сол сияқты бізде P2P арбитражда әртүрлі жолдарды қарастырамыз. Процесс қиындаған сайын
басқа да платежкаларды системалар қосқан сайын, международканы қосқан сайын, басқа мемлекетті қосқан сайын процесс қиындауы мүмкін, бірақ сәйкесінше қымбаттайды, яғни спредіңіз көбейеді. Сондықтан да бұл қарапайым логика, қарапайым нәрсе, бірақ оны іске асыру үшін біраз еңбек ету керек болады. Яғни көбірек спред шығу үшін әртүрлі нұсқаларды қарастырамыз. Платежный системаларға комиссиясын аз төлеудің жолдарын қарастырамыз, жолдарын табамыз, іздейміз. Сол арқылы біз өзіміздің пайдамызды өсірсек болады. Оның барлығын кез келген адам үйрене алады, бірақ ары қарай алып жасап кету ол 90 адам, 100 адам болатын болса, тек 10, 20, 30% ғана қолынан келуі мүмкін. Ал жалғыз жүрген адам болатын болса, тем более қолынан келу қиын болады, өйткені сізде информация шектеулі, сіздің мүмкіндігіңіз шектеулі болады. Ал орта болатын болса, бір сұрақтың жауабын сіз білмесеңіз, басқа адам сізге жауабын айтып бере алады. Как раз сол үшін біз ортаны құрастырдық. Арбитраждың қандай түрлері бар? Биржа ішіндегі арбитраж P2P деп аталады, яғни жаңа айтып өткендей, бір биржаның ішінде басқа банкпен сатып алып, басқа банкке сатасыз, немесе басқа банкке келіп USDT емес басқа монетаны сатып алып, конвертация жасап, табыс тауып, қайтадан сол банктың ішінде сатасыз. Бірінші биржа ішіндегі арбитраж бұл трейдерлар үшін немесе мерчант аккаунттары бар үшін ыңғайлы, көбірек табыс алып келуі мүмкін, бірақ қарапайым енді келген адамдар үшін бұл жақта спред аз. Бірақ сабақтардың ішінде бұл жайында да бізде информация беріледі, яғни табыс табуға болады. Одан кейін екінші түрі межбиржавой арбитраж, яғни Binance биржасынан басқа банкпен сатып аламыз, ол ақшаны Bybit биржасына, USDT Bybit биржасына жібереміз, ол жақтан басқа платежный системамен сатамыз. Яғни USDT-ның болсын, биткойн болсын, кез келген монетаның бір нарықтағы бағасы мен екінші нарықтағы бағасы екі түрлі болады. Сол разницадан ақша табуға болады. Үшіншісі түрі бізді международный арбитраж, как раз осымен айналысып жатырмыз. Спред көбірек болады, табыс көбірек болады. Біз осыны көбінесе қазір студенттерімізге үйретіп жатырмыз, және де өзіміз осымен айналысып жатырмыз. Как раз мен сіздерге международкамен жұмыс жасап жатқандығымыз жайында айтып өтейін, қандай елдермен жұмыс жасап жатырмыз, және де международный связкамен, арбитражбен қанша табуға болатынын айтайын. Қазір уақытта бізде бар связкалар, бұлар Европа және де Қытаймен бар, Таиландты тест жасап жатырмыз, және де Россия бар. Осы мемлекеттердің арасында біз табыс тауып жатырмыз. Енді сіздерге мысал ретінде связканы қарастырайын, яғни международный связка қалай жүреді. Біз бірінші банктен счет ашамыз, Қазақстанның банктерінен. Ол Халық банк, Форте, РБК, басқа да банктер, оның списоктары бар. Сол ашқан счетымыз арқылы, SWIFT арқылы біз басқа елге жіберуге мүмкіндігіміз болу керек. Яғни ол банкте басқа мемлекетке перевод жасайтын мүмкіндік болу керек. Одан кейін екінші, дальше сол долларды сатып аламыз. Яғни кәдімгі доллар, теңгеге доллар айырбастаймыз, оны счетымызға толтырамыз. Үшінші қадам, доллар келіп түскен соң, жаңағы сатып алған счетымыз, негізгі счет арқылы SWIFT переводпен перевод жасап, келесі мемлекетке жібереміз. Яғни ол мысалы Таиландқа, немесе Қытайға, немесе Европаға. Ол жақта сенімді адамыңыз болуы керек. Яғни P2P арбитражда международный связкалар бізде сенімді адамдар арқылы ғана жүреді. Дроп деп айтамыз, адамдар, аккаунттар, команда деп айтамыз. Жібереміз, ол адам счетына келіп түседі. Яғни сол мемлекетке біздің ақшамыз барады. Ол өзінің картасы арқылы P2P-ден USDT сатып алады. Яғни сол елдің валютасымен, немесе USDT-мен сол елден USDT сатып алады, немесе наличканы шешіп алып, оны обменникқа барып USDT сатып алса болады. USDT дегеніміз криптодоллар. Және де сатып алған USDT-ді сіздің Қазақстандағы кошелегіңізге қайтадан жібереді. Сіз ары қарай оны сатасыз. Қазақстан нарығында Binance-ға кіріп, немесе Bybit-қа кіріп, тиімді бағамен сатасыз. Яғни международный связка деген нәрсе осылай іске асады. Енді сұрақтарға жауап берейін. Қандай сұрақтар бар? Маңызды сұрақтар. Арбитраж жайлы жиі қойылатын сұрақтарға жауап. Арбитраж қанша уақыт өмір сүрді? Жалпы P2P арбитраж тақырыбы осы ниша, направление қанша уақыт өмір сүруі мүмкін? Арбитраж крипто қанша уақыт бар болса, яғни криптовалюта қаншалықты уақыт болса, соншалықты өмір сүреді. Яғни бұл нәрсе тоқтап қалатын нәрсе емес. Өйткені криптовалюта бар болатын болса, әр елдегі курстың разницасы әртүрлі болады, және де доллардың курсы әр елде әртүрлі екен, ол бұрыннан білетін нәрсе. Сондықтан да жақын арада тоқтайтын нәрсе, немесе бұл жабылатын нәрсе емес. Менің ойымша, бұл ниша ешқашан тоқтамайды. Өйткені криптовалюта бұл тек қана дамып келе жатқан нарық, біз осының арқасында табыс табамыз. Тек биржалар мен платежный системалар ауысып отыруы мүмкін. Яғни спредке байланысты жаңа платежкалар болуы мүмкін, немесе басқа биржалар шығуы мүмкін, баға өзгеруі мүмкін. Сіздің связкаңызға байланысты платежка немесе биржа ауысуы мүмкін, бірақ бұл нарық тоқтайтын нарық емес. Одан кейін қанша капиталмен бастауға болады? Минималды капитал $100 мен $400 арасында,
бұл минимум деп айтамыз, тест жасауға арналған капитал, немесе бұл нарыққа келген дым жоқ дегеннің өзінде осындай суммамен бастаған дұрыс. Орташа капитал бізде $500 мен $1000, көбінесе адамдардың бастайтын суммасы. Енді хотя бы күніне 5000 теңге, 10 000 теңге, 15 000 теңге табу үшін сізде $500, $1000 болу керек осының аралығында. Ал жақсы капитал бізде $1500 жоғары. Және де бұл салада қанша капиталыңыз бар, оны өзіңіз шешесіз. $50,000, $100,000 айналдыруға болады. Енді студент болып бастаймын дейтін болсаңыз, осындай суммамен бастаған дұрыс болады. Келесі, күніне бірнеше сағат бөліп басқа жұмыстармен біріктіруге бола ма? Көп студенттер обучение өткеннен кейін арбитражға бірнеше сағат бөліп айналысуда. Бұл бір мемлекеттік жұмыс емес, немесе бұл қатып қалған заңдылығы жоқ. Өзіңіз білесіз, қанша уақыт жұмыс жасайтыныңызды, қай кезде айналысатыныңызды, айналысасыз ба, айналыспайсыз ба, оны өзіңіз білесіз. Демаласыз ба, оның барлығы өзіңіздің еркіңізде. Сондықтан да бұл қосымша табыс көбіреулер үшін, ал біреулер үшін негізгі табыс. Әркім өзінің мақсатына қарай байланысты. Стабильный табысқа шыққан соң жұмыстан шығып 100% осы саламен айналысуда. Мына жерде $100 қойып 100% осы саламен айналысуға да болады. Яғни ол өзіңіздің сенімділігіңіз артқан сайын. Келесі, бәрі арбитражмен бірден айналысып кетсе, бұл салада ақша табу тоқтап қалмай ма? Әрине, көп адамдарды мазалайтын сұрақ. Қазақстанда енді дамып келе жатыр. Жарты жылдан кейін, 1 жылдан кейін бұл арбитражмен табыс табу тоқтап қала ма? Менің жауабым әрине жоқ, тоқтап қалмайды. Өйткені кез келген нарықта бізде профессионалдар бар, одан кейін тек қана қосымша ретінде айналысатын адамдар бар, или там бір істі бастап аяғына алып бармайтын адамдар бар. Сондықтан да бұл салаға келген, немесе кез келген сала болсын, келген адамдардың 10-20% ғана серьезно айналысып бастайды. Ал қалғандары қосымша табыс ретінде қарастырады, немесе аз капиталмен жұмыс жасайды. Бұл бізге ешқандай әсер жоқ. Жалпы бұл нарықта конкуренция деген нәрсе жоқ. Енді өйткені бұл халықаралық бизнес, халықаралық валюта болғандықтан, ақша, біздің айналдырып жатқан ақшамыз тек қана бұл жерде копейка есептеледі. Біз всегда бұл жерден разницадан ақша табатын жолдарды табамыз. Ол нәрсе, информация үнемі жаңарып отырады. Сондықтан да сіз өзіңіз бұл салаға қаншалықты сенімді, қаншалықты долгосрокқа келдіңіз, осы сұраққа байланысты. Қанша уақытта мен табыс тауып бастаймын? Бірінші, бізде теория болады, міндетті түрде теорияны өту керек, яғни білу керек нәрселер бар. Соларды білгеннен кейін сіз связкаларды, спредтерді визуалды есептеп үйренесіз. Визуалды дегеніміз ақша салмай, тек қана есептеп үйренесіз. Одан кейін практикаға кірісіп, аз капиталмен тест жасап, алғашқы табыс табасыз. Бұл нәрсеге 2 апта уақыт кетеді. 3 күннің ішінде нәтижеге шығатын адамдар бар. Ол әркімнің өзінің деңгейіне байланысты алып кетуіне. Кейбір адамдарға даже дайындап, шайнап, салып берген өзінде жұта алмайтын адамдар бар. Ал біреулерге жолын көрсетсең бол, ары қарай өзі алып кетеді. Кез келген салада осындай. Менің жасым 18-ге толмаса табыс таба аламын ба? Әрине болады. Ата-анаңыздың атынан аккаунт ашасыз, верификацияны өтесіз, немесе достарыңыз, таныстарыңыздан аккаунттарын сұрап көресіз. Сатып алсаңыз болады, ақша төлесеңіз болады, қосымша айналысуға болады. Ең бастысы өзіңіздің қаншалықты шустер екеніңізге байланысты. Басқа елде тұрып жатсам не істеуге болады дейді. Сабақтарымда көбінесе мен Қазақстан Республикасының аумағында жасауға арналған связкаларды көрсетеміз. Бірақ басқа елде болсаңыз, жұмыс жасайтын болсаңыз, менде бар. Басқа елде студенттер бар, оқып жатқан, кәдімгі универде, Кореяда жұмыс жасайтын адамдар бар. Жалпы жеке сіздің мәселеңізді қарастырып, айналысуға болатын мүмкіндіктер көрсетеміз. Яғни бізде көбінесе международный связкалар болғандықтан, сізге бұл нәрсе наоборот пайдасы болуы мүмкін. Өйткені сіздің тұрып жатқан мемлекетіңізді связкаға қосып, наоборот сіз осыны арқылы табыс табсаңыз болады. Бізде 3-ші потокта менде студенттер әр мемлекеттен болды. Қазір солардың арқасында, солармен бірге сөйлесу арқылы біз связкалар құрастырып жатырмыз. Арбитражда капитал жоғалту мүмкін бе дейді. Сабақтарымда мен айтылған кеңестер арқылы жасап отырсаңыз, ақша жоғалтпайсыз. Бұл салада минимум риск деп қарастырамыз. Тек қана ол сіздің белгілі бір нәрселерді дұрыс жасамасаңыз ғана жоғалтуыңыз мүмкін, атак сіздің ақшаңыз жоқ болып кетуі мүмкін емес. Ақша 90% уақытта өзіңіздің қолыңызда болады. Сақтандыру шаралары бойынша сабақты жіберіп алмай, соны нақты жазып алып, сол шарттармен, қадамдармен жүретін болсаңыз, ақша жоғалту бұл жерде жоқ. Банктер мен счетымды блокқа қойса не болады? Сабақтарымда картаны қыздыру жолдарын және блокта түсу қаупін азайту жолдарын айтамын. Бірақ банктың блокқа түсу жағдайына дайын болыңыз, өйткені арбитраж тақырыбында бұл қалыпты жағдай, нормалды нәрсе, ол нәрсе сіздің басыңызда болуы мүмкін. Бірақ
оның алдын алатын, рисктарды азайтын жолдары бар. Так, арбитраж қаншалықты заңды дейді. Мына жақта да сұрақ қойған екен. Заң жағынан жауап беретін болсақ, Қазақстанда крипто сатып алу заң жүзінде шектелмеген. Яғни крипто алуға болмайды, USD сатуға болмайды деген заң жоқ. Яғни бұл 100% заңдастырылған, немесе 100% заң жүзінде, заң шеңберінде тиым салынған нәрсе емес. Сондықтан да бұл жерде бір заңнан асатындай нәрселер жоқ. Біз банкпен жұмыс жасасақ та, басқа нәрсемен жұмыс жасасақ та, солардың лимитінен аспай заң жүзінде жұмыс жасаймыз. Және де Қазақстанда қазір криптовалютаны мемлекеттік деңгейде контроль жасап жатқан жоқ, бұл керісінше жақсы. Алдағы бірнеше жылда налогтар қойылуы мүмкін, бірақ 2025 жылға дейін бұл нәрсе жақын арада іске аспайды. Ал как раз сіз осы уақытта табыс тауып үйрену керексіз, табыс тауып үлгеру керексіз. Және де жақсы жаңалық, Қазақстаннан биржалар лицензия алып жатыр. Яғни бұның өзі уже мемлекеттің өзі крипто нарығын қолдап осыларға өтіп жатыр деген сөз. Жалпы арбитражбен айналысу барысында біз ешқандай да бір заңдыларды бұзбаймыз. Енді бұл сферада қандай пайдалы болашағы бар жолдар ашылады дейді. Бірінші, арбитраж сіз үшін қосымша табыс, орта табасыз. Қосымша табыс, яғни қазір уақытта жасап жатқан жұмысыңыз болсын, кез келген стройка болсын, басқа болсын, сіздің бұл саладағы тауып отқан табысыңыз, олардың барлығынан деп айтсам да болады, көбірек табыс табуға болады. Және де ешқандай да бір ограничение жоқ, свобода, оның барлығы әрине өзіңізге байланысты. Жалпы бизнес саласына, крипто саласына, осы салаға сіз жолыңыз ашылады. Және де бұл саладан системалы бизнес құрастыра аласыз. Егер қолыңыздан келетін болса, үлкен команда құрастырып бизнеске айналдыруға болады. Әрине барлығы аз-аздан басылады, бірақ сол баяғы өзіңіздің мүмкіншілігіңізге, өзіңіздің ниетіңізге байланысты. Және де орта тауып крипто әлеміне және дамушы ортаға қосыласыз. Бұл өте маңызды нәрсе. Кез келген сала болсын, арбитраж болсын, крипто болсын, немесе сіз айналысып жатқан басқа бизнесіңіз болсын, ол жердегі ең бірінші фишка бұл сіздің ортаңыз. Сондықтан да осындай ортаға қосыласыз и всегда дамуда боласыз. Бастапқы үлкен капитал болмаса не істеуге болады дейді. Бірінші өзіңіз көз жеткізіп аласыз, қалай және де не жасау керектігін түсінесіз. Сенімділігіңіз артқаннан кейін, өз-өзіңізге уверен болғаннан кейін, табыс тауып көргеннен кейін, табыс табатын системаны нақты готовый көзіңіз жетіп тұрғаннан кейін, ары қарай инвесторлармен жұмыс жасасаңыз болады. Немесе ақшалы таныстарыңызбен идея бөлісіп, қызықтар алсаңыз болады. Табыстың пайызымен бөлісе отырып, партнер болып, бұл мәселе емес. Егер сіз көзіңіз жетіп тұратын болса, оны біреу көрсете алсаңыз, кез келген адам сіздің бұл салаңызға қызығады. Өйткені инвесторлардың өзі қазір нормальный бір табыс көтеретін проекттар немесе жобаларды таппай жүр, ал как раз бұл солар үшін қолайлы. Сондықтан да бұл мәселе емес. Енді маңызды сұрақтарға жауаптар алдыңыздар. Егер де арбитраж тақырыбы қызық болатын болса, зерттеп жүрген болсаңыз, менің YouTube каналыма подписка жасаңыздар. Информация, более түсінікті информация, пайдалы ақпараттар мен Telegram каналымда, арнайы Telegram канал бар, арнайы сіздерге информация беретін боттар бар, бізде готовый сабақтар бар, готовый орта бар, связкалар бар. Сізге қажет нәрсенің барлығы бізде қазір бар. Сондықтан да ең бірінші не істеу керек, қалай бастаймын, бұл саланы қалай үйренемін дейтін болсаңыз, өзіңіз өз бетіңізше ютубтан қарау немесе жалғыз өзіңіз бір нәрсені жасап көру менің ойымша пайдалы немесе аяғы жақсы нәрсеге алып келетін нәрсе емес. Өйткені жалғыздың шаңы шықпас дейді. Сондықтан да ортаға қосылсаңыз сіздің процесіңіз тезірек болады, және де басқа да информациялар көбірек болады, құпия ақпараттар, фишкалар, соның барлығы сіздер үлкен ортадан ғана таба аласыздар. Сол себепті достар, ең бірінші обучение өткен дұрыс болады. Біреулер мысалы қанша опыт алып жатыр, біреу ақша жоғалтып жатыр, біреу уақыт жоғалтып жатыр, ал оның барлығы сіздер обучение барысында ортаға қосылып бір айдың ішінде иеленсеңіздер болады. Сондықтан да жаңа ниша болғандықтан бұл жерде қазір мошенниктер көп, информация көп, вода көп. Әсіресе Telegram каналдарда, чаттарда связка сатам дейтіндер бар, реклама жасайтындар бар. Оның барлығына бостан босқа уақытыңызды, энергияңызды құртпай ақ қойыңыз. Оның барлығы түбінде жақсы нәрсе алып келмейді. Ең соңғы мен айтатын инсайдым, сіздерге берілетін пайдалы ақпарат, бұл өте көп процент беретін, 15%, 10% беретін дейтін связкаларды реклама жасаса, сізге жасаса, оларға қызығудың қажеті жоқ. Ол связка сол уақытта рабочий болуы мүмкін, ол 2 күн, 3 күн кейін тоқтап қалады. Сондықтан да барынша ақшаңыз болатын болса, дұрыс біліммен дұрыс ортаны табыңыздар. Сол кезде сіздерде осы нәрсенің барлығын алдан алатын боласыздар.
Арбитраж боюнча 3-выпуск сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сұрақтар болса қойыңыздар, Telegram каналға төменде сілтемесін қалдырдым. Өтіңіздер, сұрақтар қойыңыздар, және де егер командаға біздің ортаға қосыламын дейтін болсаңыздар, әрине сізге ашықпыз. Алғашқы адамдардың қатарында болып осы нишаға кіретін болсаңыз, жарты жылдан кейін үлкен объемда жұмыстарға және де үлкен объемды доходқа шығатын боласыздар. И біз үшін және сіз үшін бұл тек қана басы. Вот, сіздермен болған Төленбай Мейірман. Достар, сұрақтар болатын болса күтеміз. Командаға шақырамыз. Бастарыңыз көп болсын и бұл саланы ары қарай зерттеуді жалғастырыңыздар. Және де YouTube каналымда және де Telegram каналымда тегін контенттер, информациялар көп болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.